Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша дыбыс және әріп тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 132-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Дескрипторы тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп алып, мазмұнын айтамыз. Айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді қатесіз жазамыз. Ендеше балалар еске түсірейік. Фонетика дегеніміз дыбыс. Грек сөзінен аударғанда дыбыс деген мағынаны білдіреді. Фонетика тіл дыбыстарын зерттейтін тіл білімінің саласы. Дыбыс және әріптеп. Дыбысты біз сөздің ең кішкене бөлігі айтамыз. Дыбысты айтады және естиді. Әріп дегеніміз дыбыстың жазбаша таңбасы. Әріпті жазады және көреді. Әріптердің рет-ретімен тізілген жиынын алфавит, яғни әліпби дейді. Алфавит бұл грек сөзі, әліпби араб сөзі. Қазақ тіліндегі дыбыстар 37 дыбыс бар. Қазақ әліпбиіндегі әріптер 42 әріп бар. Қазақ тіліне тән дыбыстар 9-10 дыбыс бар. Ендеше фонетикалық талдауды еске түсірейік. Дос сөзін фонетикалық талдау жасайық. Дос сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс, 1 дауысты дыбыс, 1 буын және бүтеу буын бар. Д дыбысы дауыссыз ұяң. О дыбысы дауысты жуан, еріндік, ашық. С дыбысы дауыссыз қатаң. Ендеше балалар, оқулығымыздың 129 бетіндегі 63-ші жаттығуға назар аударыңдар. Мәтінді тыңда. Бала бидің білгірлігі. Бала би қартайған шағында елінің игі жақсыларымен кеңесіп отырып, жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не деп сұраған екен. Бұған ешкім ауыз тұшарлықтай жауап бере алмапты. Сонда бала бидің сөзі өзі былай деген екен. Жерден ауыр дегенім ақыл мен білім. Судан терең дегенім оқу мен ғылым. Оттан ыстық дегенім адамның өмірі. Көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі деген екен. Шешендік шиырлары кітабынан. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал. Соған сүйеніп, мазмұнын айт. Бала бидің сұрағына қалай жауап берер едің? Дәлел келтіріп, өз ойыңды айтып көр. Сөйлеуіңде менің ойымша, меніңше сөздерін қолдан. Оқулығымыздың 130-ші бетіндегі 64-ші жаттығуға назар аударыңдар. Дерек көздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап жаз. Шешендік өнер деген не? Кімдерді би шешен дейміз? Би шешендер тапқырлықпен айтады, көркем тілмен жеткізеді дегенді қалай түсінесің? Сөйлеуші мәдениетіне не жатуы мүмкін? Осы сұрақтарға жауап жазамыз. Ендеше үй тапсырмасы 65-ші жаттығу. Оқулығымыздың 130-ші бетінде. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп бар екенін жаз.
мұхит, саяхат, болашақ, сыйлық, ирек, қос аяқ, ою, шие. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.